Ассалаумағалейкум. Ал, достар, аңшылар, бүгін аңшылыққа келіп қалдым, бисмилля деп. Ал, Айбек екеуміз келдік. Айбек шамалы көлікте демалып жатыр, ұйықтап аламын деп, өйткені түнде жол жүріп келді. Қазір 1-2 сағат ұйықтап алғасын. Аңшылық жасаймын дейді. Мен оған дейін шамалы аңшылық жасап тастайын. Сәттілік тілек қойыңыздар, лайк басып. Сіздерге жақсы қырғауыл қоян аулауға тырысам. Бүгін менде тазылар жоқ. Ауылға қалдырып кеткем. Сондықтан тек қана өзім ғана көреміз бұйырған. Шидектер де тамаша пісіп қалды. Бисмилля. Мынаның ішінде бұрын қоян көп болатын. Ауа райы керемет болып тұр. Бұл жерде міне қабанның тезегі бар екен. Қабандық осындай болады.
Bir үйректі алып қалдым. Тамаша. Так, Аллаға шүкір. Bir үйрек aldım. Тамақ дайын, Алла қаласа. Көже ме? Шашлык па бірдеңе пісіретін болам қазір. Так, мынаның ішіне қалады. Жатыр. Ал достар, биылғы жылдың бірінші үйрегі семіз болу керек. Шамал біраз ыстықтадым. Әдемі болып тұр ауа райы. Күн ашылып. Ал бүгін мен мынау GoPro'м бірінші рет түсіріп тұрмын. Қалай түсіретін байқаңыздар. Сіздер үшін GoPro 13 сатып алдым. Тамаша қылып. Мынау биылғы жылдың бірінші үйрегі. Негіз көбірек алуға болшы, шамал сасқалақтап қалдым. Түсінбей. Күнімді қайды көрерде көздер бойдаға, сенімді қайды сен десең әрге шынарым, шынымды қойшай, шындығың жатпас жүректе. Сыңар боп саған тумаған, мұңымды қайдем, Мәжнүннің жолын қумаған, өмірді қойшай, өтірде кетер өкінді. Bismillah Ekber. Bir koyan aldım. Mına bir жерінде жатыр екен. Осы bir жерден шықты. Koyan ağır kapta жептеуір болып. Қайсыдан шыққан
Аңғармадым енді. Осылардың арасынан bir жерде шықты. Мен мынадан келдім былайынан. Мынадан келген кезде атып шықты. Ал. Аллаға шүкір, тамаша. Бестікпен алдым. Бестік. Ненің оғы? Үйрекке деп, қырғауылға деп шыққан оқпенен үйрек атып, қоян атып алдым. Қояндардың әлі терісі қалындаған жоқ. Чо там? Ал, абоқ тұрды. Bir сағат уақытымыз бар. Ағырлап тастаймыз қалған. Bir фазан алу керек енді бұйырса. Bir қырғауыл алу керек. Не айтасың, абоқ? İşte sattılık. Көрме үш жерлерде көп қоян. Үш жерлерде көп қоян. Давай арла, былай жүрсе, мен былай жүрейін. Бисмилля, Аллаху акбар. Yes. Осы жерде тұршы, Айбек сөйлеп. Айналып келейін. Озыққа кеп көру керек. Қай жер? Еркес. Тура шерме. Шошқа қопарып тастапты. Не керек? Тұз керек па? Тұз. Бұрыш. Ал Айбектің орындауында Алла қаласа стейк. Atacağım bu taşı bu. Айбектің тамағы деген кәдімгідей ғой. Ан бөлек қурасың, я? Мариновка қоспайсың, я? Анан бит майға қурып жүрдің, бірден істеп жүрдің ғой. Ал Айбектің орындауында стейк басталды.
Bunu da baksın verin diyeyim. Manda zeyt деген. Негізі қатты дайындалмадық. Дұрыстап. Ойымыз негізі Жергепеге барамыз деп ойлағанбыз, оған бармайтын болдық. Өкінішке орай. Оған басқа жерге кетіп қалдық та, сосын артық заттар алмаған тұғымыз. Жергепеде негізі шәйнек заттар бар тұғын. Сонымен жарай тамақ істей салайық деп болса да келдік қой деп. Міне, әдемі қыз келіп жатыр. Аяқ астынан демалыс дейді бұны. Аллаға шүкір. Қара басың жүрсе дағы қан болып, қоразданып сөз сөйлеме паң болып, жастық шақтың қызығын көр жасқанба, сенде бір күн қартаясың шал болып. Қарғадым жер басуға аяқ жарамай, қартайған соң сенің кетер баламай. Жас өткен соң жалғыз бақыт сол балам, жас ұрпағың сыйлап тұрса жағалай. Сол күндері жастық тойлап жылайсың, жылағанмен тұнығың жоқ ылайсың. Көңіл шерттің көкті қиял кетсе де, амал қанша қара жерге құлайсың. Сондық үшін қызығын көр жастықтың, шаман келсе дәрі ішіп тас жұтқың. Бірақ балам шатағы көп шараптың, мазағынан аулақ боп жүр мастықтың. Таусылама айта берсе сөз деген, қыран бөбіс тек биікті көздеген. Жолдас болмас сұм дүние өлгенде, оранасың 2 метр өзбенге. Адам бөбіс, қазақ бөбіс қарағым, Алатаудай болсын асқақ талабың. Үміт артқан ұрпағымның бірісің, ақылымды іске асырсаң жарадың. Үміт артқан ұрпағымның бірісің, ақылымды іске асырсаң жарадың.